Қайырлы күн, қымбатты достар. Сіздермен бірге мен Салтанат Әбдіғали, кітаптар әлемі жобасы. 25 мамырдан бастап біз 10 күн бойы жазушы Ұларбек Дәлейұлының шығармашылығы бойынша байқау өткіземіз. Озып шыққан 3 оқырманға Мұхтар Мағауиннің 26 томдығын сыйға тартамыз. Бүгін біз оқырманға қаламгерді таныстыру мақсатында осы туындысы жайлы ой бөлсеміз. Ұларбек Дәлейұлы өзінің алма өспейтін ауыл туындысын эссе деп атапты. Өмірде болған соң солай атаған болар, әйтпесе көркем әңгімеден бір кем емес. Туынды ойламаған жерден басталып, күтпеген жерден аяқталады. Жаны ақ қағаздай таза жасөспірім велосипедіне мініп ауыл орталығынан қыстаққа қарай келе жатады. Жолда оған басы төмен қарай салбырап, еңсесі түсіп кеткен бір әйел жолығады. Қасына келгенде ғана таниды. Көрші тұратын әйел екен. Маған мінгесіңіз дейді. Мінгеспей ақ қояйын, анау бейіттен өткенше қатар жүрсең болды дейді әйел. Бала үшін бейіттің ешқандай қорқынышы жоқ. Айтқанын орындайды. Әйелге сұрақ қояды. Сіз зираттан, өлген адамдардан қорқасыз ба? Иә, бұрын қорықпаушы едім, соңғы бір аптадан бері үрей буып жүр. Мені уақыты жетпей жазықсыз өлген адамдардың, әсіресе тумай өлген сәбилердің аруағы қинайтын болып жүр. Бұл сөзге әрине заматында мән бермейді. Көршіге көмектескенім болсын, шаршамасын деп, сөмкесін қолынан алып велосипедтің артқы орындығына байлап қояды. Үйге жеткен соң алар дейді. Бейіттен өткен соң өз бетінше зымырап кетеді. Үйге жеткен соң кешкі тамағын ішіп болып тауға өрмелейді. Жазушының тілі шырайлы, табиғат көрінісін шебер суреттейді. Тау биік әрі тігеді, айналаның бәрін төбеден көріп отырасың. Сонадайда ботамойын асуына тірелетін тақталы атсыздар, оң жақта біздің қыстақтың сымдай тартылған, екі жағына көк теректер өскен шаңдақ көшесі. Бидай атызын қақ жара, түстікке қарай ұмбылған соқпақ жол Елубайдың құдығына жетіп тұмсық тірейді. Кештетіп суалған бірнеше арба қыстаққа кетіп барады. Осылай табиғатты тамашалап, үңгірде отырған оның ойын тау қарлығашының үні бұзады. Өткен жылы тентек достарымен бірге мергендік сынасу үшін төбеге салынған ұясын таспен атқылап бұзып тастаған еді. Міне орнына жаңасын салыпты. Ұясына оралған қос қарлығаш бұны танып тұрған сыңайлы, төбесінен арлы-берлі ұшып тыным таппайды. Әуелден адам баласымен дос едік, мынау есерсоқ тағы келіпті, онысы тегін емес дегендей. Бұл да ересек баланың жіберген бір қателік еді. Өзегін енді қос өкініш қатарласа өртеді. Кеудесінің екі тұсынан екі от жанып жатқандай қарадай құласыды. Орта жолға келіп шаршап демалып отырған сәтте көзі сөмкеге түседі. Ішінде не бар екен деген әуестік билейді. Ашып қараса, жаңа туған балаға арналған итжейде бар екен. Ал бір шетінде толық байланбаған жібек қалта аузынан 10 шақты алма көрінеді. Алманы көрген сәт сілекейі шұбырады. Бұл жақта алма өспейді, жеңсік ас. Біреуін жесем қайтеді, біле қоймас деген ой түседі. Солай істейді де, одан екіншісін жейді, өзін тоқтата алмай үшіншісін жейді. Қараса жібек қалта ортайып қалғандай, өзін ауыр қылмыс жасағандай күй кешеді. Содан велосипедке міне салып зымырайды. Тепкішекті басқан сайын ішіндегі ұят та сыртқа шығып алып, соңынан қуалап, өзімен бірге жүгіріп келе жатқандай көрінеді. Қашып келеді, соңынан дедектетіп, ұят қуып келеді. Жалама жарда сүңгірлеріне қарашұбар жыландар жете алмайды. Ақылды құс соны біледі. Абажадай кең, ең оңтайлы жерін таңдап салған ұясы ерелеңдеген суық бауыр жыландардан аман қалғанымен, екі аяқты адам пендесінің бұзақы балаларынан құтыла алмады. Мен неткен тас бауыр едім деп ойлады. Жұбай құстарға қарап, енді ұяларыңа тиіспеймін. Балапандарың бауыр көтеріп қанаты қатқанша күнде келіп тұрам.
мұнда ешкімді жолатпаймын, қорықпаңдар, мені дос деп ойлаңдар, дейді дауыстап. Әңгіме ауанына қарағанда, сірә бала тәрбиесіне байланысты жазылған дүние болды ғой деп топшылағанбыз. Жасөспірім бала өмірінде 2 қателік жасады. Соны басқалар қайталамасын деп ағынан жарылып отыр. Туындының айтары осы дегенбіз. Сөйтсек, шығарманың айтары тым әріде жатыр екен. Басты кейіпкеріміз кемпірлердің әңгімесінен мынадай жайға қанығады. Көрші әйел ауданға барған екен. Оның үкіметтің жоспарынан асырып, 3-ші баланы көтеріп қойғанын білген дәрігерлер, тезірек бұл баладан арыл, егер қашып пысып жүріп туатын болсаң, 15 000 юан төлейсің депті. Ондай ақшаны күйеуі екеуі өмір бойы Қытайға құл болса да ақтай ала ма? Қасарысқанмен бірдеңе өне ме? Ақыры көніпті. Аудандық ауруханада 2 күн жатып, уколмен түсіртіп қайтыпты. Шыққан соң жарық дүниені көре сала жаны шыққан шақалақты қызыл матаға орап, қолына ұстатқан екен. Қала сыртындағы ескі қабірстанға өз қолымен жерлеп үйіне қайтыпты. Жүрегі зырқ ете түсті. Өткенде әйел айтқан сөздің мәнісін сонда ғана ұқты. Бала жүрегінің алғаш рет әділетсіздікке, өлімге, зорлыққа тірелгені болар. Оған қоса мұрныма алма иісі келді. Таңдайыма жеткен алма дәмі бұл жолы тым кермек сезілді. Біреудің көз жасын жұтып қойғандай түршіктім, дейді. Көктем шыға қыстақ көшесін шаңдатып, сары түсті УАЗ көлігі жиі келеді. Үлкендердің айтуынша, мемлекеттің жоспарлы туу саясатын бұлжытпай орындау үшін Қытай дәрігерлері жиі соғып, қыстақтағы жас әйелдердің жатырына бірдеңелер салып, иығына дәрілер көміп кетеді екен. Бұлшық етті тіліп тереңге салатын белгісіз дәріні ауыл адамдары дәрі көму деп атайды. Отарланған бір ұлттың қайғысы мен жаралы рухына зорлығы үстем, шеңгелі күшті екінші ұлттың батырған тіс тырнағының ізі оңайға өшпейді. Жер басып жүрген адамын былай қойғанда, құрсақтағы сәбиіне ауыз салған олар адам етіне ешқашан тоймайды. Менің туған жерімдегі қаншама қыстақтан, қаншама сәби дүние дидарын көрмеген қалпы құрсақта көз жұмды екен. Шығарма осылай аяқталып, терең ойға батырады. Құлағыңа жазықсыз сәбилердің шырқыраған үні келгендей болады.